Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін жездеміз бен апамыздың үйінде қайын сіңілімнің ұзатылу күні. Қадірлі қонақтарымызды, құдаларымызды күтудеміз. Мына жақта осылай дастархан жайып, қонақ күтуге әзір отырмыз. Әзірге ешкім жоқта, осылай түсіріп алайын деп жатырмын. Бүгін біздің еліміз Зелназ'ın ұзату тойы. Тойдың бастамасы. Құдалар күтеміз қазір. Жастар бақытты болсын. Амин. Саламатта. Асты бауырсақ жеп жатыр қазаннан. Болсам жаңа 30 міне. Что у нас дайындап алған? Ну, тут столда. Беспенген, жезе дайындығы мықты. Мына жерде балдыздар жездесінің аяқ киімін қаншаға сататындарын келісіп жатыр. Жездесінің аяқ киімін тығуға қаншаға келісіп жатсыңдар? 50 мың край. Қалай солай 50 мың. Яка видео түсіру керек? Шаш жасап Нешесі кеткен өтірдім бе? Лента байлап дайындап тұр. Құда күтуге, құда қарсы алуға дайын. Сізде қалай бажалы боласыз ба? Бұйырса. Бажалы болған кем айтып жүр. Иә. Кей бола дейді. Тойда шашу шашылды. Мен де иіліп теріп алдым. Қазақта шашуды иіліп жинаудың да өз мәні бар ғой. Кішіпейілділік таныту, құрмет көрсету, жақсылықты теріп алу. Құда күтеміз деп қайнынділерменен тойды өзіміз бастап кеттік. Жай жүрмей көңіл күйімізді көтеріп алайық дедік. Белемей тұра алмайтын қазақпыз ғой. Шашуға дайын отырған әжелеріміз. Атырауда қызды алып кетуге екі құда келеді. Бас құда және кіші құда. Есік алдында қызыл лента тартылады. Құдалар сол лентаны ақша беріп қиып өтеді. Міне, бұл кадрларда құдалар келіп үйге төлетіп жатыр. Үйдің үлкендері шашу шашып, құдаларын қарсы алып жатыр. Сәлемдесіп, амандасып, шырайлы көңіл танытып, барлығы қуанышты күйде жүр. Құдалар үйдің төрін көргеннен кейін ресторанға да келіп жеттік. Енді ән, би, күлкі, думан барлығы осы жерде басталады. Құдаларымызды тойдың төріне сән салтанатпен арнайы әншілер мен бишілердің сүйемелдеуімен кіргізді. Ал бұл жерде құшағы гүлге толған күйеу баламыз бен жолдастары кіріп келе жатыр. Шапқастардың тойы құтты болсын ағайын. Қыз жібектей болған қайын сіңілім де екі жеңгесімен бірге тойдың төріне салтанатты түрде шықты.
Бейнияздың папасы соңына бір құшақтап қойсаң болады орнына. Мамасы гүл Би жарысы басталды. Тойдың нағыз қызатын сәті осы. Құдалар, нағашылар, құрдастар барлығы осы жерде тойды көтеріп ат салысып жүр. Мына видеода билеп жүрген ер адамдар әкесі мен ұлы. Нағашылары тойды қыздырып жіберді. Нағыз нағашылар осындай болады. Би және тағы да би. Нағыз қазақша көңіл көтеру. Мейманымыздар сол әңгіме айтылмау үшін біздер арнайы телевизор қосып қойдық. Міне, тойдың соңына да жетіп қалдық. Анасы қызына сәукеле кигізді. Қайын сіңілімді туған жерінен, төрінен ақ босағаға шығарып салдық. Қыз ұзаттық. Енді ол келін және бір елдің берекесі болады. Менің тойдан түсірген влогым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз.